базасынан ашылған болатын. Солардың бірі нөмірі 52-ші мектеп лицейіне Арыс аумағында тұратын 2000-нан астам азамат тіркелсе, солардың 206-сы бүгінге дейін аталмыш білім мекемесіндегі бекетте тұрып келді. Бүгін міне сол 200-ден астам арыстықтар үшін арнайы үлкен автобустар ұйымдастырылып, көпшілік қауым заттарын жинап жолға шықты. Олардың арасында зейнеткерлерден бастап кішкентай балалар да бар. Артылған азық-түліктерін автобусқа тиеп, өз шаңырақтарына аттанып бара жатқан ағайынның Шымкент жұртшылығына деген ризашылықтары шексіз. 5 күн болды, қызмет жасап жатсыңдар, көпшілік рахмет. Ал енді мұндай алапат, Арыстағы алапат ішерде болмасын. Алла бәріміздің деніміз сау болсын, өмір берсін, бала-шағаларымыз аман болсын, балам. Мұндай бәле-жала болмасын, елге тиштік берсін, басшаға сабыр берсін. Мектептің ұжымдарының бәріне де, шөлді бізге қызмет жасап жатқандардың бәріне де рахметімізді айтамыз. Құда қаласа еліміз тиіш болсын, заманымыз жақсы болсын, бала-шағаларымыз аман болсын, дендеріміз сау болсын, ойнап күліп тағы да жолға берейік. Бірде қиналғанымыз жоқ. Рахмет бұл районның 52-ші мектебіне көптен көп рахмет алғыс айналайын. Нөмірі 52-ші мектеп лицейіндегі уақытша эвакуациялық пунктіне жайғастырылған арыстықтарға білім ордасының 200-ге тарта қызметкерлері толықтай жұмылдырылып қызмет көрсетсе, ұйымшыл ұжым бұл күні арыстық ағайынмен жайма шуақ көңіл күйде қоштасты. Нөмірі 52-ші мектеп лицей ұжымы сол тұрғындарға жағдай жасады. Жалпы жергілікті тұрғын, әкімшіліктен, қалалық білім басқармасынан үлкен жақсы көмектер көрсетілді. Қазір ғана өздеріңіз көріп тұрғандай тұрғындар ризашылықтарын білдіріп, ұжымға, қалалық білім басқармасына, қалалық әкімшілікке, жалпы барлық қазақстандықтарға алғыстарын айтып, ризашылықтарын білдіріп кетті. Жағдайлардың барлығы жасалды. Осында күндіз-түні мектеп ұжымы қызмет жасады, дәрігерлер де осында қызмет жасады. Асхана үздіксіз жұмыс жасады. Аман-есен елдеріне жетіп алсын, Арыс қаласы көркейе берсін. Қазақстандықтар барлығымыз қуаныштымыз, алда керемет өмір болады. Ол кісілер үшін әрине біздің қазақстандықтар мақтанышпен айта аламыз. Жалпы біздің елімізде тыныш өмірдің болып жатқанына, көркейіп жатқанына, дамып жатқанына біз рахмет айтамыз және алғыс айтқан боламыз.